Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен баян. Бүгін біз айран қосылған пирог пісіретін боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды миксерлеп аламыз. Қант қосамыз, ағарғанша әдемілеп миксерлеп аламыз. Бірінші миксердің жай жылдамдығынан бастап жоғары көтереміз миксердің жылдамдығын. Жұмыртқамыз ағарғанша әдемі көпіртіп миксерлеп аламыз. Егер менің каналым ұнап жатса, сіздерге тіркеліп қойыңыздар. Онан кейін бізге кәдімгі үй температурасында еріп тұрған сары май қажет, сосын айран қажет. Екеуін қосып, әдемілеп миксерлейміз. Яғни біздің жұмыртқалы массамыз төмен түсіп кетпеуі керек. Бірінші миксердің жай жылдамдығына жоғары жылдамдыққа қарай көбейтіп миксерлейміз. Онан кейін ұн мен қопсытқышты алдын ала араластырып алып, жайлап қоса бастаймыз. Бірінші миксердің жай жылдамдығына жоғары жылдамдыққа қарай көтеріп, ақырындап миксерлейміз. Яғни біздің массамыз төмен түсіп кетпеуі керек. Осы кезде пешті алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 25-30 минутта піседі. Формамызға салып пешке жібереміз. Енді әркімнің пеші әртүрлі болады, сондықтан менің пешім уже 25 минутта піседі. Пештеріңізге қарап қойыңыздар. Егер менің пирогым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліңіздер.